Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мантыны ерекше дайындау жолымен көрсететін боламын. Бұл манты қуырылған манты, яғни қошан деп аталынады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Сіздермен Ариана, және де видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамыр жасаймыз. Ол үшін бізге керегі ұн, жұмыртқа, жылы су және де тұз. Тұзымызды ыдысымызға, яғни суымызға салып, жақсылап ерітіп аламыз. Тұзымызды жақсылап ерітіп алдық. Енді қамырымызды елеуге кірісеміз. Бір жұмыртқамызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр елейміз. Суымызды жақсылап құямыз, бірден құйып жібермейміз. 3-4 бөлікке бөліп құйсаңыздар да болады. Және де қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр елейміз. Енді ыдысымыздан босатып алып, қамырымызды қолымыздың көмегімен жақсылап иін қандырамыз. Қамырдың иі қанса жақсы болып жайылады, және де жұмыс істеуге де өте ыңғайлы болады. Он минутқа бетін жауып тындырамыз. 10 минут өткеннен кейін тағы да қолымыздың көмегімен басу арқылы иін тағы да жақсылап тындырамыз. Тағы да қамырымыздың үстін жауып, тағы да тындырамыз. Енді қамырымыз тынғанға дейін салмасын дайындаймыз. Бұл жерде мен етті жақсылап кубиктап, төртбұрыштап турап алдым. Немесе фаршты да қолдансаңыздар болады, яғни тартылған етті де қолданып жасасаңыздар болады. Ендігі кезекте картошкамызды тураймыз, яғни дәл солайынан кубиктап, төртбұрыштап тураймыз. Ең соңында пиязымызды тураймыз, дәл солайынан жіңішке қылып, ұсақтап турап шығамыз. Енді салмаларымызды барлығын бір ыдысқа салып аламыз. Картошканы және де етімізді, пиязымыздың барлығын бір ыдысымызға салып, дәміне қарай тұз, бұрышын және де сұйық майын құйып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің салмамыз дайын. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша өздеріңізге ұнаған салманы дайындай берсеңіздер болады. Ендігі кезекте тынған қамырымызды жақсылап жаямыз. Жаймас бұрын бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Енді видеодағы көрсетілгенде қолымыздың көмегімен осылайынан домалатып аламыз, яғни колбаса тәріздес қылып аламыз. Одан кейін оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Енді ұн сеуіп, бірнеше кішкентай бөліктерге бөліп шығамыз. Мантыларыңызды да өз еркілеріңізде үлкен қылып, кішкентай қылып жасау. Бұл жерде мен кішкене орташалау қылып жасадым. Жеуге де ыңғайлы болу үшін, және де жасауға да ыңғайлы болу үшін. Қамырымызды енді жұқа етіп, домалақ қылып жайып аламыз. Барлығын кезек-кезегімен осылайынан жасап аласыздар. Қалыңдық осындай қалыңдықта болса болады. Өте қалың және де өте жұқа болып кетпеуі керек. Енді салмасын салып, жақсылап түйіп шығамыз.
Дәл осылай видеодағыдай көрсетілгенде екі саусақтың көмегімен екі шетінен алып отырып түйіп шығамыз. Егер сіздерге қиындау болатын болса, онда өз қалауларыңыз бойынша түйе берсеңіздер болады. Бұл міндетті емес. Бұл әдемі көріну үшін осылайынан түйіп жасап шықтым. Барлық мантыларымызды осылайынан алдын ала дайындап аламыз. Міндетті түрде алдын ала дайындап алсаңыздар сіздерге және қуыруға да кішкене ыңғайлы болады. Барлығын кезек-кезегімен осылайынан жасап шығамыз. Енді майымызды құйып, жақсылап қыздырып, мантыларымызды екі жағынан кезек-кезегімен қызартып қуырып аламыз. Мантыларымызды жақсылап осылайынан қызартып қуырып пісіріп алдық. Енді осыны қазір мантаваркамызге салатын боламыз. Кішкене жұмысы көптеу, но дәмі де ерекше болып шығады. Жасағандардың еңбектеріңіздің еш заясы кетпейді. Енді мантаваркамыздың астын майламай-ақ осылайынан сала берсеңіздер болады. Барлығын бірден салып шығамыз. Аралары алшақ болуы қажет. Буға піскеннен кейін біздің мантыларымыз кішкене көтеріліп, ісініп пісетін болады. Алдын ала су құйып жақсылап қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін бірден мантыларымызды қойып шығамыз. Яғни мантаваркамызды қойып, шамамен 30-40 минутта мантыларымызды пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің мантыларымыз дайын, қошанымыз дайын болды, яғни қуырылған мантымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіз, еш өкінбейсіз, отбасыларыңызға бірден сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Ариана, және де менің каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.